Армысыз Мойынқұмдық көрермен, біздің бүгін студиямыздың қонағы Мойынқұм ауданы білім бөлімінің басшысы Мұқашев Мәлік Мұратәліұлы. Мәлік мырза, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Жыл қорытындылау мақсатында бүгін біздің сізге даярлаған сұрақтарымыз бар еді. Соған жауабын алсақ, білім бөлімінде қандай өзгерістер бар, қандай жаңалықтар бар, қандай жетістіктер бар, соған тоқталсақ деген ойымыз бар. Енді бірінші сұрақ, 2025 жылы Мойынқұм ауданының білім саласы үшін қандай жыл болды? Қысқаша қорытынды жасап өтсеңіз өзіңіз. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті ауылдастар, мінекей Мойынқұм ауданына білім бөліміне басшыланып отырғанына бір 2 айдай жуық уақыт болды. Сол аралығында енді біз осы білім саласында қызмет істеу үлкен міндеттілікті, жауапкершілікті қажет ететін қызмет. Соған байланысты Мойынқұм ауданының білім бөліміне қарасты 44 мекеме білім беру мекемесі бар. Олардың 23 мектептер болса 19-14, 4 негізгі мектеп, 15 балабақша және 5 мектептен тыс мекемелер мен психологиялық түзету кабинеті жұмыс жасап жатыр. Енді қысқаша қорытынды айтатын болсақ, 2025 жылы білім саласы үшін бетбұрысқа толы жаңғырту жылы болды деп айтсақ та қателеспейміз. Өйткені президентіміздің интеллектуалдық жасанды оқу процесіне жиі үлкен көңіл бөліп ене бастады. Электрондық күнделік, цифрлық платформалар, онлайн бағалау жүйелері жетілдірілді. Жас мамандарды қолдау бағдарламасы да белсендірілді. Еркіндік басымдық берді. Жас мамандарды қолдау бағдарламасы бойынша психологиялық қолдау, инклюзивті білім беру кеңейтілді. Аудан мектептерінде дос болайық профилактикалық бағдарламасы іске қосылды. Бұл бағдарлама оқушылар арасында буллингті болдырмау, кибербуллинг деген жағдайларымыз бар. Осылардың алдын алу және болдырмау бойынша кешенді жұмыстары жүргізілді. Енді білім саласы дегенде ойға бірінші келетіні ол біздің ауданда мектептер, балабақшалар және қосымша білім беру орталықтары. Соның ішінде мектептер мен балабақшалардың бүгінгі жағдайы туралы айтсаңыз, биыл қандай нақты жұмыстар атқарылды? Енді биыл айтатын болсақ, енді ол мамандар бойынша, аудан бойынша жалпы бізде бала саны 1673, 100%-ға мамандар қамтылған деп айтсам болады. Мектепке дейінгі мекемелер 192 педагог қызмет атқаруда. Олардың 172-сі балабақшада, 19-ы шағын орталықтарда. Түсінікті. Материалдық техникалық база бойынша қандай жаңалықтар бар? Жөндеу, жабдықтау, жаңа сыныптар туралы айтсаңыз. Енді ауданымызда жалпы былтырғы жылға жақсы қуанышты жағдайымыз бар. Оны өздеріңізде барлық көпшілік те біледі. Мыңарал ауылы мен Қарабөгет ауылындағы жақсы жаңа заманауи мектептер соғылған болатын. Енді биылғы жылда осы 25 жылы Күшаман ауылындағы мектепте де апатты жағдай болып танылып, қазіргі таңда 2026 жылға енгізілді. Ол да үлкен қаржыны қажет етіп, республикалық деңгейде қолдау көрсетіліп, келесі жылғы күн жылысымен Күшаман ауылындағы Амангелді орта мектебі де жаңа ғимараты бой көтеретін болады. Және де қосып өтетініміз, мынау Көкжөлек ауылындағы Бауыржан Момышұлы мектебі мен Қылышбай ауылындағы Әлтай Төлепберген мектебі де үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Түсінікті. Балабақшаға деген қолжетімділік мәселесі қалай шешіліп жатыр? Қамту деңгейі мен кезек мәселесіне тоқталсаңыз. Енді балабақша Мойынқұм ауданы бойынша білім бөліміне қарасты жаңада айтып өттім, 15 балабақша және 7 шағын орталықта 1257 бала тәрбиеленуде. Аудан бойынша мектепке дейінгі тәрбиеге қамтылғандар үлесі 2 мен 6 жас аралығында 98% болса, 3 пен жас аралығында 100%-ға құрап отыр. Индиго базасы бойынша 22 мектепке дейінгі ұйымдар басқаруға және ата-анаға баланы балабақшаға кезекке қою, ваучерлік жүйе арқылы жолдама алу үрдісін жеңілдетуге арналған электрондық ақпараттық платформа бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Түсінікті. Балалардың білім деңгейі бойынша соңғы жылдары қандай өзгеріс бар? Жалпы өсім байқала ма? Енді мен былай айтайын, бұл өзіміздің мен келгелі бері осы бағытта жұмыс жасап,
Енді ол бір салыстырмалы түрде демей-ақ қояйық, оны біз өзіміздің деңгейімізде бір сараптап өткен болатынбыз. Аудандағы 23 мектептің 5143 оқушысы бар білім алуда. Ауданның білім сапасы 2024-2025-ке қарағанда биылғы жылғы бірінші тоқсан қорытындысы бойынша 1,5-2%-дай бізде өсім бар. Түсінікті. Оқушылардың бір нағыз білімінің көрсеткіші ретінде осы ғылыми олимпиадалар ғой негізінен. Мәлік Мұратәліұлы, осы туралы бір кішкене тоқтала кетсеңіз, олимпиадалар мен ғылыми жобаларда оқушыларымыз облыстық рейтингте қалай көрініп жүр ме? Нақты мысал келтірсеңіз. Енді ол сіздің айтып отырған жаңа оқушылардың білім деңгейінің рейтингтің көрінісін айтып тұрсыз ғой. Бұл жерде енді ол айтатын болсақ, ауыз толтырып айтатындай біздің ауданымызда жетістіктеріміз бар. Ол енді мен енді қазір алдымда тұрған мынау несі бойынша да біз балаларымыздың жетістіктерінің бәрін жазып алып келдік. Оны енді сіздің де өзімде уақытымды алмай-ақ қойын. Бірақ енді бір ауыз сөзбен қорытындып айтатын болсам, 8 мен 10 сынып аралығында ұйымдастырған ғылыми жобалардың байқауының облыстық кезеңіне бізден ауданымыздан 10 оқушы барып, 2 оқушымыз республикалық деңгейге де үлкен жоғары көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Ал енді әр пәндер бойынша бізде жүлделі орындармен оралып жатқан, жүлделі орындар алып келіп жатқан балаларымыз, оқушыларымыз жетерлік. Білім сапасы да ол балалардың өзінің қандай деңгейі екенін, оларға тәлім тәрбие беріп, білім беріп жатқан ұстаздарында деңгейін осы бұл олимпиадалық облыстық рейтингтер арқылы көруге болады. Білім сапасы осы мұғалімдердің осымен көрініп жатыр. Бұл оқушылардың да өзінің білімі, оған беріп жатқан ұстаздардың да еңбегі деп айтамын. Түсінікті. Енді спорттық жетістіктер туралы айтатын болсақ, бізде қай спорт түрлеріне балалар жиі барады? Енді бұл жерде қалай айтсақ болады, үйірмемен бізде секциялар жұмыс жасайды, балалардың бос уақытын тиімді пайдалану бағытында. Оқушылардың бос уақытын тиімді өткізуіне мектептен тыс бізде қосымша мекемелер, бағанада айтып өттім, 5 қосымша мекемелеріміз бар. Сол мекемелер арқылы балалардың ой өрісін дамытуын бағытында да, мынау спорттық өнер жағынан да, басқа жағынан да балалардың бос уақыты жоқ деп айтсақ та болады. Қазіргі таңда 5 осы қосымша білім беру мекемелерінде 4888 бала қамтылып, үйірмелер жұмыстары үлкен деңгейде жүріп жатыр. Білуімше, Жамбыл мектебінде, Рысқұлов мектебінде, Жұмабаев мектептерінде жас сақшы деген құқықтық мәдениет қалыптастыру мақсатында бір осындай жас сақшы сияқты жобаларға ашылып жатыр. Бір осы тәрбиеге қатысты бағытталған жұмыстар туралы айтсаңыз. Құрметті ауыл тұрғындары, құрметті ата-аналар, ұстаздар, мінекей өздеріңіз келгелі бері осы бағыттағы жұмысты Айдос бауырым жақсы сұрақ қойдыңыз. Бұл бағытта үлкен жұмыстар жасадық. Оның да көпшілікте өздері біледі, осы ауыл тұрғындары қамқор әке бағытында да үлкен форумын өткіздік. Себебі бұл әкенің тәрбиесін 100 мектеп бере алмайды. Сол бағытта осындай ұстанымда біз енді бұл мен бір жаңашылық жасаған жоқпын. Осыны жарғарта жетілдіру, осыны арғарта жандандыру бағытында әке мен баланың арасындағы байланысты біріктіре отырып, тәрбиеге әкенің көп көңіл бөлгенін қалап, осындай бағытта жұмыс жасадық. Бұл елді мекендерде де, мектептердің ішінде де әкелер клубы деген бар. Бірақ ол жай қазіргі таңда енді бір қалай айтса ол бір жұмыс жүрмей қалды демейміз. Бірақ соны байланыстыру, қоғамға әкенің рөлін белсендірек таныту бағытында осындай жұмыстар жасадық. Ал енді мынау мен келгелі бері жас сақшы деген ұйымдар құрылып, әр мектептерден жасалды. Биылғы жылға жаңағы өздеріңіз куә болғандай, 7 сынып арасында осы Жамбыл мектеп гимназиясында жас сақшы сыныбы ашылды. Ол сыныпқа 48 оқушы қабылданды. Және ол іс-шарамызға салтанатты түрде Жамбыл облыстық полиция департаментінің басшысы генерал-майор Сұлтанбаев Қайыр Әбілекұлының өзі қатысып, балалардың осындай бір патриот болуына, балалардың қоғамға белсенді болуына үлкен бір септігін тигізді десек те болады. Тұрар Рысқұлов мектебінде де осындай жас сақшы ұйымы құрылды.
Одан кейін келе мына орталықтағы Жұмабай мектебінде де жас сақшы ұйымы құрылып, оғанда 20 оқушы бала қабылданды. Қазіргі таңда бұл бала тәрбиесіне деген үлкен көңіл бөлініп отыр. Енді осы жалпы оқушылар туралы барынша көбірек айтып жатырмыз ғой, бірақ енді оқушыны білімдететін осы ұстаздар ғой. Жалпы ұстаздардың жетістігі түріне тоқталсаңыз, облыстық, республикалық бір сайыстар. Биылғы жылға осы Атырау қаласында өткен мектеп директорлары арасындағы облыстан жинақталып, республикалық үлкен байқауға директор кап деген үлкен республикалық байқау болып өтті. Сол байқауға сол Жамбыл облысынан құрылған команданың ішінде біздің нөмірі 1 мектептің директоры Пернебаев Нұркен Манатбекұлы да қатысып, жүлделі Жамбыл облысы 3-ші орын алды. Осы республикалық жарыста. Сөйтті да біздің жаңағы Нұркен Манатбекұлы үздік спикер атағын жеңіп алды. Жас мамандарды тарту және осы ауылды жерде ұстап қалу мәселесі қалай шешіліп жатыр? Қандай қолдау тетіктері бар? Енді бұл бұрыннан келетқан дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша да үлкен қолдау табылып, көтерме жәрдемақысы бар деген сияқты. Енді ол маман келу үшін міндетті түрде баспана мәселесі ғой. Ол баспана мәселесінен де және де көтерме жәрдемақы алуына да мен тікелей осы келгелі бері осы бағытта үлкен көңіл бөліп, осы бағытта ол маман болғанда да бізге сапалы мамандар, сапалы жастардың болғанын мен қалап, осындай бағытта оған көп көңіл бөліп жұмыс жүргізіп жатырмын. Түсінікті. Алдағы жылда қандай басым бағыттар қойып отырсыз? Нені күшейту керек деп ойлайсыз? Енді айтып жатырмын, жаңағыда жас мамандардың, білікті мамандардың осындай енді міндетті түрде ол енді жастарды тартып, қарияларды шеттетіп қою емес. Ол бұл кісілерге алдарына үлгі қылып тұрып, солардан бағдар арып, осы жастар, ізденімпаз жастар, арғатта сол кісілердің ізін басып арғатта жұмысын жүргізсе деген ниетім бар. Бір қорытындылай келе, өзіңізбен енді сұхбаттың бір түйіні дейміз ғой. Осы ата-аналар мен оқушыларға бір айтар тілегіңіз өз тарапыңыздан. Жалпы мынау 2025 жыл аяқталып, 26 жылға қадам басып жатырмыз. Сол туралы бір ауыз өзіңізден. Енді айтатынымыз құрметті ата-аналар, ардақты оқушылар, білім ұлттың ең асыл қазынасы. Ал сол қазынан ұрпақтың бойына дарыту баршамыздың ортақ міндетіміз. Құрметті ата-аналар, бала тәрбиесіндегі ең сенімді серігіміз ол сіздер мен біздерміз. Яғни былай айтқанда мұғалімдер мен ата-аналар, мектеп пен отбасының тығыз байланысы арқылы ғана баланың бойына адамгершілік, жауапкершілік пен еңбекқорлық сияқты асыл қасиеттерді сіңдіре аламыз. Ұстаздармен бірлесе отырып, әр баланың жарқын болашағы үшін атсалысуға барлықтарыңызды шақырамын. Рахмет, Мәлік Мұратәліұлы. Менің ойымша білім саласындағы айтылу керек нәрселердің бәрі бүгінде айтылды деп ойлаймын. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз. Сау болыңыздар, жақсы мерекелеріңіз құтты болсын.